мәңгілік ел бойтұмары, жасасын тәуелсіздік көк байрағы, Абай қазақ елінің рухани қазынасы, Абай ұлы даланың мызғымас темір қазығы. Абай арманы, халықтың асқақ арманы, алтын қыран боп, төрткүл дүниені шарлады. Абай жыры, ақындық, рухтың алдаспаны, қара сөздері, ұрпақтың ұлы дастаны. Армысыздар, ардақты ағайын. Добрый вечер, дамы и господа. Көп адам дүниеге бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойландаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған деп, төрелігін өзі шешкен Абай бүгін жарқын бейнесімен де, жалынды жырымен де бізбен бірге 175 жыл бойы өмір сүріп келеді. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді, тіл ұранды жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзімді тасыр ұқпас, талап тұғар. Көкірегі көз ашық сергек үшін. Түзукен қисы қыңыр қырын келмей, іс бітпес сыртын біліп, ішін көрмей, шу дегенде құлағым тосаңсиды. Өскен соң мұндай сөзді естіп білмей. Сұр болып түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан қай жарыстан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсігеді, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Ақ киімді денелі ақсақалды, соқырылықтау танымас тірі жанды, үсті басы аққарал түсі суы, басқан жері сықтырлап келіп қалды. Демалысы үскіріп аяз бен қар, кәрі құдан қыс келіп әлек салды. Ұшпадай өркін киген оқшыр айтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған ерекше естен кетпес қызық қайда, жолығатын қыз қайда терең сайда, сұлулығын қояйын мінезі артық, ақылды асыл жүрек сөз майда. Бұл өмірдің қызығын махаббатпен, көрге кірсен үлгілі жақсы атақпен, арттағыға сөзін мен ісін қалса, өлсен де өлмегенмен боласын тен. Жүректен ізі кетпес қызық көрсек, жақсылықты аянбай жұртқа бөлсек, жақынның да, жардың да, асықтың да, бәрінде қызығын көріп білсек. Қор болды жаным, сенсіз де менің күнім, бет бітті халім, тағдырдан келген зұлым. Тағдыр есте алла, не көрмейді бәнде, сағындым сені, көрмедім деп көп заман. Адам деп мені салмадым сен хат маған, жай таба алмай жүрек, жасыған соң сүйіп. Бұл қылған зәрім барса жардың маңына, ол қылған дәрім ғашығымның жанына. Оңалдыртып ойды, түзетпе не бойды.
есікті жас күнің, көкірегің толық, басың бос. Қайғысыз ойсыз мас күнің, кімді көрсең бәрі дос. Махаббат қызық, мал мен бақ, көрінуші еді дос қордақ. Үміт жақын, көңіл ақ, болар ма сонда қызық шақ. Құдай-ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар. Ақырын шегініп, алыстап кетті ау құлқылар. Тоғжан, сенің ауылыңда болған 2-3 күннің ішінде перизаттар елінде жүргендей әсем сезімде болдым. Бірақ саған сөз келіп жүрер деп кетіп бара жатырмын. Кетіп бара жатқаным көңілім ғана, жүрегім ғана. Ал жүрегім осында қалып бара жатыр. Енді білмеймін қалай жүрексіз өмір сүрерімді. Кел десең келем, кет десең кетем. Тоғжан, тағдырымды сенің қолыңа тапсырып тұрмын. Ақылым, келме деп айт дейді. Ал жүрегім, кел деп айт дейді. Екі оттың ортасында тұрып, не істерімді білмей тұрмын. Өзіңді де қинап, мені де азапқа салып тұрсың ғой абай. Неге білмеймін, білемін. Бірақ мына баста ақылда жоқ, есте жоқ. Бәрі бұлыңғыр, бәрі күңгірт. Тоғжан, өзің бір жауабыңды айтшы. Екеуміз, екі жақта жүрек, жүрек қалауын, уақытсын алайық. Сонда жүрек не дер екен? Мүмкін ол тулап сапасына түсер, ақылға келер. Бұл тапсырмаларымды орындауға дайынмын. Бірақ мен мың рет сүйем деп айтқан сөзді мына сенің аузыңнан ести алмай кеткенім бе? Абай, сенмесем осылай өтіп аласып тұрам ба? Мүмкін сенен де артық, сенен де күштірек сенің шығармын. Тоғжан, сен жеңдің, мен жеңілдім. Бірақ сүйем деп айтқызды деп айыптай көрмеші. Абай, жолынмас. Амандығымды Алладан сұрайын. Өделі уақытта хабарымды күтем. Абай, қош бол! Қош бол, Тоғжан! Жарқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда ай менен күн шағылса да, дүниеде сірә сендей маған жар жоқ. Маған жар сенен артық табылса да. Қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртын, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енде бұрдың. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сақша сыртың. Оқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузыменен орақ орған өңкей қыртың. Өзімдікі дей алмай өз малыңды, күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың. Көрсе қызар келеді байлауы жоқ, бір күн тыртың етеді, бір күн бұртың. Басына бей болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сыйқын. Өздеріңді түзелер дей алмаймын, өз қолымнан кеткен соң енді өзір қан.
Рахмет Абай аға, қазақтың көзін аштыңыз. Рахмет Абай аға. Әрбір қазақтың көзі ашық, көкірегі ояу болу керек. Оған қоса адамда қайрат, ақыл, жүрек керек. Ей қылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпей тұғын. Әуелі өзіңді білуге ерінбей жалпы үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, малтау, абайыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге ер қылмай, бойды таза сақтай тұғын. Күнәкарліктен, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғырынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызалатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады? Не дүниеге, не ақыретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен, сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздеп таба алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды? Мен адам денесінің патшасымын. Қан менен тарайды. Жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде, тамағы тоқ жатқан кісіге, төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбек іштеп тұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратұғын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын ала аламаймын. Жақсылыққа елжіреп ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп тулап кететұғын мен. Әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады? Ей, қайрат, сенің айтқандарының бәрі де рас. Ол айтқандарынан басқа да көп өнелерің бар рас. Сенсіз еш нәрсе болмайтыны да рас. Бірақ қарғыма қарай, қаттылың да мол, пайдаң да мол. Бірақ залың да мол. Кейде жақсылықты беріп ұстап, кейде жамандықты беріп ұстап кетесің. Соның жаман. Ей, ақыл, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе болмай тұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің де жайын сен білесің. Бірақ соныңмен тұрмайсың. Амал да, айла да сенен шығады. Жақсының, жаманның, екеуінің де сүйгені, сенгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп. Жүрек сенің сол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны діні құмар болады. Көнбек түгілі қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгілі жиреніп, үйден қуып шығады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіне жермейді. Орынды іске күшіңді айтпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуін басыңды қос, бәрінде жүрекке билет. Тек бұқтыртушының аты ғылым екен. Осы үшеуін бір кісіде менің айтқаныммен табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртіліп қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп кітаптың айтқаны осы.
гигигай, гигигай, гигигай. Ержан аға, ауылымызға қош келдіңіз. Сіздер саңлақ енді Қазақ даласына келер ме екен? Абайжан, мен сияқты орындаушы саңлақ өмірге әлі де келер. Бірақ өзіңдей тыңдаушы болар ма екен? Олай болса үстіңізге шапан. Құлақтан кіріп ойдалар, әсем әнмен тәтті күй. Көңілге түрді ой салар, әнді сүйсең, мен жесейін. Олай болса, бір шәкіртіміз ән сап берсін бір жана. Бәрекелді тыңдайық. Өлсем орман қара жер, сыз болмай ма? Өткір тілдір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббат хавадан майдандаса, қайран менің жүрегім бос болмай ма? Өлең шеркен, өсекшен жұртқа жаяр, сырымды тоқтатайын, айта берме. Қазақ халқы барда абай мәңгі жасай бермек. Ақын жас ұрпаққа терең ойға толы алуан өлеңдер үлгісін қалдырды. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған өлмейтұғын артына сөз қалдырған атты әдеби музыкалық кешіміз өз мәресіне жетті. Қазақтың ұлы ақыны, ағартушы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған үлкен іс-шара өтті. Бұл іс-шарада мен жалпы көрермендер керемет әсер алды. Өйткені Абай атамыз қазақты барлық дүние жүзіне танытқан осы Абай атамыз. Сондықтан мен ойлаймын, бұл іс-шараның маңызы өте тереңде жатыр деп. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп Абай атамыз айтпақшы. Әр қазақ баласы, әр қазақстандықтар Абай атамыздың шығармасын оқып, әр қарай ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру біздің ең басты міндетіміз және борышымыз деп есептеймін. Өте ауқымды
іс-шара өткені өте үлкен деңгейде өткені мені қуантты. Бүгінгі өткен Абайдың 175 жылдығына арналған іс-шара өте тамаша, тартымды өтті. Ұйымдастырушылар алқасына өте алғысымыз шексіз екенін айтамын. Біздің алға қойған мақсатымыз, біздің оқушыларымыздың әрқашан Абайдың өмірін, шығармашылығын, оның дүниетанымын балалардың, оқушылардың бойында қалыптастыру. Жоғары деңгейде өтті, маған ұнады. Абайдың өлең жолдары, сонымен қатар әңгімелері бұл кез келген адамның өмірлік тәжірибесіне қажетті дүниелер деп білемін. Абайды оқыңыздар, таныңыздар, біліңіздер.